Меломен Boys бенді жаңа продюсерлерімен әлемдік деңгейдегі топ болмақ. Талай әншілердің бағын жандырып, хит әндер жазып тастаған композитор Бауыржан Есебаев меломендіктерді шығармашылық қанатының астына алды. Ағалармен бұрыннан таныс жігіттер Бауыржан Есебаев пен продюсерлері ретінде жұмыс атқарамыз деп те ойламапты. Әнін алып, ағамызбен одан сайын жақын араласқаннан кейін, ағамыздың тек қана осы өнер емес, жалпы бар жағынан да басшы ретінде жалпы өзінің білімді екенін, бізге өзінің оқымысты екенін көрсеткеннен кейін, неліктен осындай ағаларымыз продюсер болмасқа? Расымен де, өйткені біздің жолымыз бір жерден бағанағы ойымыз, мақсатымыз, арманымыз бір болғаннан кейін, неліктен Бауыржан ағамызды продюсер қылмасқа деп ұсыныс тастадық. Композитор Бауыржан Есебаев болса меломендік жігіттердің өнерін асқақтатып, өзі де шабыттанып, бірден 7 ән жазып беріпті. Тіпті шәкірттерінің актерлік дарындарын ашып, киноға да түсірмекші. Бағыты да бая қалпында қалды деп айта алмаймын. Деңгейі бая қалпында қалдыратын болса, мен онда продюсер болмас едім. Мен бағытында деңгейінде өсірем ғой деген ойдамын. Алдағы жоспарымыз осы меломенмен және Ернар Айдар өзінің шәкіртімен, осы шәкірттерінің барлығын бастарын қосып, бір жақсы бір толықметражды фильм түсіргім келеді. Сен ойласам да атылады. Сондықтан осы дүниеге Алла қаласа осы жазда кіріссек деп ойым бар сондай. 2 жыл бойы музыкалық қамқоршысы шығармашылығын дөңгелетіп келген Меломен тобы алғашқы продюсерлері Жанна Абуоваға да алғысы шексіз. Boys бендті қалыптастырып 5 жыл бойы қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, шоу-бизнестің биік шыңына жеткізген Жанна ханымның өзі дейді жігіттер. Енді біз әрине ең бірінші алғашқы біздің продюсеріміз Жанна ханымға осы Меломенді Меломен қылған. Меломенді 2009 жылы жаңа түрде әкелген, былай айтқанда эстрадамызға жаңа үлесін қосып әкелген, осы бізге септігін тигізіп дүниеге әкелген Жанна Абуова ханымызға үлкен рахмет айтамыз Меломен тобының атынан. Меломен тобы мен жаңа продюсерлері Бауыржан Есебаевтың келесі жоспарлары тыңдармандардың назарына ұсынылған жаңа әндердің біріне бейнебаян түсіру. Ал жаз айларында Boys бендтің қатысуымен Сені ойласам киножобасының түсірілімі де